Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз мясо по-тайски жасайтын боламыз. Тай етін дайындаймыз. Кешкі асқа осындай дәмді тағам жасап берсеңіздер болады. Отбасыларыңызға өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап кетіңіздер. Ең бірінші етімізді жақсылап жуып аламыз. Одан кейін майы жоқ еттерді таңдап алсаңыздар өте керемет болып шығады. Одан кейін осылай жіңішкелеп ұзыншалап немесе төртбұрыштап турап алсаңыздар болады. Осылай барлығын турап аламыз. Одан кейін соевый соусымызды, одан кейін күнбағыс майын қосып, жақсылап араластырып, 20 минут немесе жарты сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Сіздерде уақыттарыңыз болса, жарты күнге қойып қойсаңыздар өте дәмді болады. Одан кейін міне табамызды қыздырып, ешқандай май құймаймыз, дәл осылай салып шыжғыратын боламыз. Осылай өзінің деген суы шығады. Өзінің суына 20 минут жарты сағаттай осылай қуырып пісіріп аламыз. Онан кейін 20 минуттан кейін біз бір жуамызды турап дайындап қоямыз, және де оны да қосамыз. Міне суы кішкене азайған кезде дәл осылай жуамызды шыжғырып аламыз. Одан кейін морковымызды турап аламыз. Морковымызды да дәл осылай шыжғырып, егер суы азайып кеткен болса, су құйып жіберсеңіздер болады. Оны да 15 минуттай осылай шыжғырып, қуырып аламыз. Одан кейін тәтті бұрышымызды да салып жібереміз дайын болып қалған кезде. Онда бір 15-10 минуттай ұстаймыз. Одан кейін біз қиярымызды қосамыз. Қиярымызды тек 5-ақ минут ұстаймыз. Одан кейін отты өшіріп, біздің міне тамағымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Күрішті қалай езілмей пісетіні және қалай осындай керемет болып шығатыны менің парақшамда бар. Видеоның сілтемесін астына қалдырып кететін боламын.